топырлайтын айналайын класстастарым. Вечер десе топырлайтын, сабақ десе оқымайтын айналайын класстастарым. Араладым ауыл бақтарын, іздеп едім бірақ таппадым. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімде мен сақтадым айналайын класстастарым. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімде мен сақтадым айналайын класстастарым. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімде мен сақтадым айналайын класстастарым. Бүгінде мінекей біздің Исматдин Оспанұлы атындағы номері 21 орта мектептің 2004 жылғы түлектерінің 20 жылдық кездесу кешіне қош келдіңіздер. Олай болса, сол 20 жылдық кездесу кешінің сыныптас ұлдары мен қыздары және ұлағатты ұстаздарды алдарыңызға шақырсақ деп тұрмыз. Бірінші болып шығатын Досмұрат ағай менен Егеубаева Нұргүл. Қошемет, қошемет. Досмұрат ағай, Егеубаева Нұргүл. Екінші болып шығатын Ұлбала апайымызбенен Ибрагимов Әбілқасым. Бір сыныптан бір сыныпқа бірге көшкенбіз. Түлек жоқ сол мектептен жан-жаққа кетіп. Үшінші Төребек ағайменен Ибрагимова Әтіркүл. Соған 20 жыл уақыт өткенде, өткен тау 20 жас 20 көктемде. Орынбаев Нұржігіт Исмайлова Камила. Кездесті қайда мектепте. Соған 20 жыл уақыт өткенде, өткен тау 20 жас. Көбеев Нұрлыбек, Бакеева Мереке. Енді міне кездесті қайда мектепте. Есі алысып әңгіме. Жанботаев Нұрхан, сонымен қатар осында мінекей Мылтықбаева Райхан. Ана бірін әке болғандар мен, жүздерінде әлі тұр балалық белгі. Молдабаев Айтбек, Жораева Айнұр. Ернебаев Нұржігіт, Жанботаева Баян. Содан бері 20 жыл уақыт өткенде, өткен тау 20 жас 20 көктемде. Жандемирова Қаламқас, Сұлтанов Ырысбек. Енді міне кездесті қайда мектепте. Омарова Балзия, Исмайлов Бекболат. Қошқаров Ержан, Зулпхарова Мария.
құрметті сыныптас достар, бүгін міне керемет Исламиддин Османлы атындағы номері 21 орта мектепті 2004 жылы тәмамдап, биыл 20 жылдық кездесу кешін ұйымдастырып жатыр екенсіздер. Жалпы көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы ма? Олай болса, құрметті достар, мінекей жора жолдастар, ұлағатты ұстаздар, бәрі күйеу балалар келіндер осында жақсы керемет кешті тозуда әрқайсымыз атсалысай осы кешке үлесімізді қосуға Құдай қаласа. Олай болса, ұстаз болса, баршамызды дастархан басына шақырам, әрмен қарай біз кешімізді жалғастыруымыз керек. Мархабат, жайғасыңыздар, өрлетіңіздер. Ай бәрекелді, қош келдіңіздер, қошемет қайда ағайындар. 20 жылдық құтты болсын. Алқалы жұртым армысың, төрт көзің түгел бармысың, кездесу кешке кеп отқан, сіздерге шексіз алғысым. Шымкенттің жерінде, сыныптастар елінде әні саламын ай. 86-лар бүгінде, той жасады төрінде, жарағың ай. Шымкенттің жерінде, сыныптастар елінде әні саламын ай. 87-лер бүгінде, той жасады төрінде, жарағың ай. Ай, бәрекелді, не деген шапалақ құрметті ағайындар. Бәрекелді, сыныптастар біздің сәніміз, класстастар біздің әніміз. Ұстаздарым болмаса не болар екен хәліміз. 20 жылдыққа кеп тұрмыз, құттықтап бір-бірімізді, қошемет ұрайық бәріміз. Бәрекелді, 10 жасында ойын қумай ой бақтым, ал 20-да жалын атқан бойдақпын. 30 жаста орда бұзып үй болып, ал 40-та қамал алмай қоймақпын. 40 жастың қырқасынан асармыз, кім біледі біздер қанша жасармыз. 50 жылда ел жаңарып жатқанда, дәм бұйыртса тағы бір бас қосармыз деген екен. Құдай қаласа, бүгінде 20 жылдық кездесу кеші болса, алдағы уақытта 30, 40, 50 жылдық кездесу кештерінің куәсі болыңыздар. Мынау енді бүгінде Исламиддин Османлы атындағы номері 21 орта мектептің 1993 жылы алғашқы қоңырауын соғып, 2004 жылы соңғы қоңырауымен қоштасып, бүгінде арада 20 жыл тастап, бірі асқартау әке, аяулы ана болып, 20 жылдан кейін сағынысып, ұлағатты ұстаздарын ұлықтап, дастархан төріне шақырып, керемет кездесу кешін ұйымдастырып жатқан құрметті сыныптас достарға 20 жылдық кездесу құтты болсын демекпіз. Рахмет. Құрметті ағайындар, қашанда білесіздер ғой, өткен күн тарих, келер күн сыр, ал бүгінгі күн үлкен сый. Алланың сыйға берген күнін сәттілікпен өткізсек дейміз. Адам деген пенде ғой, бүгін бар, ертең жоқпыз құрметті ағайындар. Алланың берген ғұмырын әркім өз халінше жасамақ. Бүгінде мінекей арада 20 жыл өтті, дегенмен арамыздан өткен, арғы дүниеге жеткен бір қатар сыныптас бауырларымыз бар. Сол сыныптас бауырларымыздың есімін атап, 1 минут үнсіздік жариялағымыз кеп тұр. Өлі разы болмай тірі байымас деген құрметті ағайындар, бүгін 20 жылдық кездесу кешінде ол кісілерді еске алмасақ тағы болмас. Өмірден өткен сыныптас бауырларыне Сидик Бауыржан Әлиұлы, Қалдарбек Нұрмахамбет Құрбанбайұлы, Күлібаев
Жолжақсы Байболұлы, Жұматаев Ғалымжан Қалдыбайұлының құрметіне, әруақтарының құрметіне орнымыздан тұрып 1 минут үнсіздік жариялаймыз. Ұлық көреміз. Қамшының сабындай ғана қысқа ғұмырда бір-бірімізді шын сүйіп, тез кешіріп, шынайы бағаласақ, одан асқан не бар құрметті ағайындар. Өмірде қалатыны сыйластық екен. Сондықтан да бір әріп үйреткен ұстазыңа 40 жыл сәлем бер деген атаң қазақ. Осында алфавиттің А тұрады басында, әрқашанда Ә тұрады қасында. Байқадың ба Б тұрады үшінші, ал осының сыры неде түсініші. А деген ол аналар ғой ардақты, Ә деген ол әкелер ғой салмақты, Б деген ол балалар ғой әдемі. Біздің елде үшеуі де кәделі деп білім негізін бастауыштан қалыптастырып, жоғары сыныптарда әртүрлі пән салаларынан білім берген ұлағатты да ұлы ұстаздарымыз отыр осында. Ұстаз ұлы есім. Сондықтан да ұстаз деген қасиетті адам бар. Біле білсең, сенің екі ата-анаң бар. Бірі сенің туған анаң болса егер, екінші анаң ұстаз деген данаң бар дейді. Қашанда үлкенді сыйлап, жақсылық жасаған, білімдерімен сусындатқан, тәрбие берген ұстаздарымызға құрмет көрсете бермекпіз, көрсетіле де бермек. Сондықтан да президент те, әкім де, ақын да, әнші де, кенші де, ғалым да барлығы ұстаздың қолынан алдынан өткен құрметті ағайын. Мен дәл қазір осы орайда сыныптас достармен ақылдасқан түрде бірінші болып осында пән мұғалімдері ағай апайларымызды шақырып асаба алаңынан табылса тілегін айтып батасын беріп дастарханды ашып берсе деп тұрған жағдайымыз бар. Таспау ағайымыз бастаған, Әбдірашид ағай қоштаған, Мәлімбек ағай, Ләззат апай, Қалдықыз апай, Фарида апай, Қыдырәлі ағай, Бердіхан, Бибігүл, Алтынай атты ұстаздарымызды асаба алаңына шақырып тілектерін алайық. Сынып жетекшілер бөлек шығамыз. Сіздер кейін шақырамын. Әзірге ат аталған ұстаздар келіңіздер. Қашанда сіздерге деген құрметіміз шексіз, үлкен сыйлаған еліміз ғой. Алдымен осында ақсақал, ардагер ағайлардан бастасақ деп тұрмыз. Тасқауға ғой, келіңіз ағай, қане, тілек. Балаларым, қыздарым, 20 жылдық кездесу қылысыңдар. Бұл кездесулерің құтты болсын, өмірдастарың ұзақ болсын, жүздерің жарық болсын. Міне кездесулерің тоқтап қалмасын. Міне 20 жылдық, 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдық кездесулер өткізе беріңдер. Ол қыздарынан қызықтарын көре беріңдер. Заманымыз тыныш болсын, барлығың үйлерінде бақыт болсын. İstegенің тойларға берсін, жүздерің жарық болып, істерің ілгері барып, жұмыстарың ілгері бола берсін. Ал мынау 86-ға келген ағайымызда қобалжып жатыр сендердің жағдайларың. Бұл кісінің есіне суатқан шығар. 20 жылдан алдын 11 класс жоқ еді, сіздер бітіргенде. 10 жылдық. Сол кездегі мен есіне алып, сендерді көріп, болмаса бұл кісі өзіміздің ауылда жиындарда бір әдемі сөйлейтін, қобалжып отқанын білініп тұр. Шынында өз сендердің жағдайларын көріп біз де қобалжып тұрмыз. Не дегенде бұдан 20 жыл алдын қандай едіңдер, әзір қандайсың? Бағана көріп, көз алдымызға кеп жатыр. Бір естеп жатырмызда, бүгін естейтін күн ғой, бүгін жақсы күн деді. Біздер, сендер құсап 20 жыл жасағанда, сендер бірінші сыныпқа келген. Бірінші сыныпқа. Анау садиктен сендерді бияқа мектепке өткізетін еді сол кезде. Тапсыратын еді мектепке 6 жастарында. Естергенде болса. Сонда біз сендер құсап 20 жыл жасаған ауылдағы мектеп. Сол кездегі суреттерің бар менде. Қарап тұрамын да видеомда. Өте тамаша. Кішкене кездері. Сонда бір 4-5 қыз бір жақсы бір билеген биі бар еді. Әдем. Оның ішінде бүгін тек кімді көріп тұр мынау? Батырханның қызы. Баян. Басқалары жөн көрінбеді.
Сондай нәрселер еске түседі де бір қандай керемет. Қараңдар, барлығын бағана тамада жігіт жақсы айтып кетті. Бәрін үлкен қыз болып, үлкен жігіт болып, біреуін бізбен әріптес болғандар қыздар да бар екен іштерінде, мұғалім болып, түрлі маман егерлері болып істеп басында. Барлығын әке, ана, өте бір бақытты сонда жүргендерін, мынау көріністеріңе қарап, бір-бірлеріңе қарап, бәрі анық болып. Енді балдарды енді біз ауылда көріп жүрміз енді. Күніге көрмесек те. Мына қыздарды бүгін көріп өте қуанып отыр. Бағана келгенде бір танымай тұрып та, кейін асты көз алдымызға келіп, бәрін танып отырмыз. Рахмет бәріңе. Бұның бәрі қыздар, балдар, бұның бәрі ынтымақтың арқасы. Егер ынтымақ болмаса, бұндай жиылу оңай емес. Әр жақта жүрміз әрі. Дұрыс па? Кейін қыздарымыз түгел болмаса да қатысып отыр. Олардың осы қатысуына сол үйдегі мына біздің күйеу балалардың өте не дейді бағанағы қолдап қуаттағандығы білініп тұр. Рахмет, егер сол кісілер осы жерде болса, сол балдарымыз. Өте үлкен рахмет мына балдарға. Қыздарымызды үстеп бір әдемі қылып, сұлу қылып, қалдырмай әкеп, осы ағайлар мен апайлар менен класстастармен жолықтыруға ықпал тигізіп отқан біздің балдарымызға үлкен рахмет етті. Өте керемет, тамаша. Өзі бұлар 2 класс екен, мен сұрап отырмын маған, 2 класс. Көпшілік қой, өте тамаша. Міне бүгін осындай бір керемет жиын өткізіп отырсыңдар. Міне құрмет қылып, осынша ұстаз. Сендер коллектив болсаңдар, бізде сендердің арқаларында өзіміздің коллективті бүгін көріп, өте қуанып отырмыз. Көпшілігін көп көре бермейміз арада, той жиып болмаса. Міне бүгін түгел көріп отырмыз. Тек Бибіған апайым еді, бастауысы сол кісі жоқ. Қалғанның бәрі түгел қатысып жатыр. Енді өтіп кеткен де есептемеген. Рахмет сендерге үлкен. Осындай ынтымақтарыңды берсін. Құда қаласа келешекте бағана айтып жатыр ғой, 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл деп. Біз былтыр 50 жылы өткіздік. Сол біздің жолымызды берсін сендерге. Міне 20 жылы өткізіп жатсыңдар, кейін құда қаласа нәсіп қылсын 50 жылды өткізіңдер. Бірақ біз сонда да бағана 50 жылды өткіздік деп қолымыз салбыратып қойып қойған жоқпыз. Сол күні ол дәмеміз зор да 60 жылдық өткіземіз деп айқайлап тарқағанбыз. Құдай қаласа соңында жетейік. Соның үшін сендерге де сондай тілеймін, Құдай қаласа. 30 жыл өткізіңдер, 40 жыл, 50 жылдық өткізіңдер, 60 жылдық өткізіңдер. Сондай бір әдемі, жақсы кездесулер бұдан да жалғаса берсін. Рахмет сендерге. Бақытты болыңдар, бүгінгі мейрамдарың құтты болсын. Рахмет ағай. Ал мойынды бері бұрайық, сауық сайран құрайық, ақ тілекті әрмен қарай, ағайлардан сұрайық. Келіңіздер қан. Кеш жарық, құрметті 20 жылдық бітіруші оқушылар және қыздарымыз. Мынау өмір зымырап өтпеді ғой, қамшының сабылдай деген уақыт. Мына ұл балдарымыздың жуайы өмір серіктері отырып, бұлар кімдер, қайсы ағай деп танымай жүрмесін енді. Мынау өзіміздің мына қыздар балдар Тәжібай ағай рахматында мектеп директор болып істеген бәрі деді. Одан кейін сол кісінен кейін өзім мен мектеп директор болдым. Исабай ағай шыққаннан кейін әбекең завуч болды. Бұл кісі көшіп кеткеннен кейін Бердіхан завуч болды. Қыдыралы зам директор болды. Баянық болды. Нағима зам директор болды. Кейін көш мен кететін бойын кейін Нағима апайды директор қылдық. Осылай өмір сүрдік. Бір-бірімізбен ешқандай араз сөз болған жоқ. Мынау жаңында әуелім айтты ғой. Бұл өмірде көз көзге түссе мейір асады деген. Мына көзімізбен көріп жүрміз, өзіміз көгеріміз. Осындай класстас қыздар, балдар бір-бірімен кездесіп тұрса, жекжаттық бір-бірімен қыз алысып, қыз берісіп, өмір бақи бір-бірін көріп жүргендер бар. Мына Құдаға сөзсіп кездесе бересіңдер. Нәсіп болсын, сендердің мынау алдарында енді қыздарың, ұлдарың мектеп бітіріп жатыр. Ертең мынау құда боламын деген кезде, мына пәленшенің қызы бар еді ғой демес, пәленшенің баласы бар еді ғой деп, құдалыққа айналсын, жалғасын сендердің. Сендердің барлықтарыңа осындай әбекең айтып өтті ғой, мына қыздарымызды сәнді қылып, көріктіп жіберіп отқан күйеу балдарыма рахмет, алғысым шексіз. Өмір бақи осы бас қосқандарыңмен тату болыңдар.
Құдай берген балдарыңды, қыздарыңның өмірлері қыстан көре білдір. Рахмет. Мынау кеш жарық, құрметті мынау тойдың иегерлері дейміз ғой енді. Мынау 20 жыл айтылуы, былай қарап тұрсаң уже 20 жыл біраз нәрсені өзгертті. Мынау өздеріңді көріп, біз де ойланып толып тұрмыздың. Ауылда жүргенде біздің үйде 20 жылдықты өткізгенбіз. Өздерің сырттан қарап тұрып, көргенде болған, көргендерінде бар шығар іштерінде. Сол уақытта осы ұстаздар отырып, бізге сабақ берген ұстаздар бұл кісілер, осы кісілерде сол 20 жылдықта болып еді. Енді қазір көріп ойланып тұрғанымыз, мысалы 20 жыл алтын, сол 20 жылдықта біз дәл сендердей болдық та сол уақытта. Енді қазір, Құдай қаласа, келесі жыл біздің 40 жылдық. 40 жылдықта сол уақыттағы осы нәрсенің бәрін естіп қаласыңдар ғой енді. Мысалы 40 жылда қандай болдың, 40 жыл кездесуде, 20 жылдықта қандай болдыңдар, дәл осы көріністен айнымай жүре беріңдер. Отбасыларына әрқашан жақсылық, бақыт, қызықшылық той тілеймін. Әрқашан осындай тойдан келген масындай тек жақсылықта бас қосыңдар. Рахмет. Ал әрмен қарай ағайдар қатары үзбестен ақ тілек жалғастырайық. Келіңіз қане. Рахмет. Ал қыздар жігіттер, мынау тойларын құтты болсын. 20 жылдық деген нәрсе керемет нәрсе ғой. Бұл көптен бері бір күн көрмеген қыздар жігіттер, өте алыстан келіп өткен қыздарымыз бар. Мысалы үшін өзіміз айтып отырған ағайлар көптен бері көрмеген қыздарымызды бүгін көріп қуанып жатырмыз деп. Действительно қуанып жатырмыз. Қыздар келіп танымай жатыр кейде. Не дейміз, тыныштығымыз жұрт болсын, тойларың тойға жалғаса берсін. Жаңа Қыдырәлі ағайдан айтып тұрып, бізде 20 жыл өткізгенбіз деп. Біз Әбдірәшті ағай айтқандай, сендер бірінші класста кезде Әбдірәшті 20 жыл болса, сендер мектеп бітіргеннен кейін бір жылдан кейін біз 20 жыл өткізгенбіз, 2005 жыл. Енді ол 20 жылдықпен әзірге сендер өткізіп жатқан бұл тойғана, бұл қандай керемет заман, қазір барлық жақ жарқырап тұрған, жылтырап тұрған кабинеттің үстінде отырысты. Қандай керемет. Бізді өткізген жеріміз Қыдырәлі ағайдың үйінде. Ана кілемді түтіп қойып, жаңа шарбақтың айналасына малғананы алып, кілемдер түтіп қойып, жазып, мақтамен жазып, столдың бәрі мектептен тасыған столдың бәрі. Сондай өткізген 20 жылдық, кешке таман сағат 12-ден кейін свет өшіріп қалған Абдулла деген бана пацан. Оған жүгіріп мен арағыма несін көтеріп ойбай, қайта свет жақты. Сондай 20 жылдық. Қазір қандай 20 жылдық керемет заман деймін да. Өзгерген заманның әзірге қандай керемет заманда өмір сүріп жатырмыз. Барлық қатқа жақындап қалдыңдар, бала шағалы болдыңдар, мысалы Құдай қаласа. Ағай айтқандай 20 жылдарын жалғаса берсін, 30 жылдық, 40 жылдық болып Әбдірәшті айтпақшы, одан да көп. Әр кездескен сайын жаңағыдай өте қызық бола береді бұл. 10 жылда, әр 20 жылда кездескен. Не дейміз, тыныштығымыз жұрт болсын. Келіндерге де, қыздарға да, балаларға да рахмет, шақырғандарына тойлар тойға жалғаса берсін. Ұстаздарсыз қай есікті ашасың, ұстаздарсыз қай есікті басасың, өміріңе жол сілтеген жаңылмас. Мәңгі бақи ұстаз ағайлар, апайлар жасасын. Ағайлардың тілегінен соң апайлар, қане, келіңіздер. Жолымызбен тілек айтайық. Кеш жарық менің осында келген, мына 20 жылдықтың иегерлерін құрметтеп келген өзімнің әріптестерім, менің де ұстаздарым болған бұл кісілер. Мен алғаш Абай атындағы 21-ші мектепке 87-ші жылы 21-ші мұғалімім қабылданғанмын. Ол кезде біздерде бала саны өте аз, мұғалімдер саны да өте аз болатын. Бізге мына тұрған ағайлардың барлығы ұстаздық еткен, ұстаздардың ұстазы болған ұстаздарға бас иіп сәлемімді беремін. Ал одан кейінгі мынау менің шәкірттерім, барлықтарыңды бүгін көріп, көздерім қуанып отыр. Сіздерді бастауыш сыныпта Ұлбала апайым менен Бибіхан апай екеуі оқытып, ең алғаш қолдарыңа қалам ұстатып, алғашқы сауаттарыңды ашқан сол кісілер.
Бибіхан апайдан мен көп нәрсені үйрендім. Оны да ұстаз деп білемін. Өте кереметтей жан, өте ақылды, өте білімді, өте сабырлы кісі. Қазір белгілі себептермен келе алмай қалған екен. Бибіхан апайдың классында апай бар ма жоқ па білмейтін еді. Өте тәртіпті, өте ақылды етіп тәрбиелеген. Басқа класстарға қарағанда сол апайларға еліктеп, менің де оқушыларым осындай болса екен деп өзіме ниет етіп, мен де осы үлкен ұстаздар сияқты мәртебесі биік ұстаз болсам екен деп сол елде қызмет еттім. Бибіхан апайдың орны ерекше, өте бір сондай ақылды жан еді. Иә, ал енді мынау шәкірттер барлықтарыңызға бүгінгі күн құтты болсын. Мынау қыздарымызды көріп, ұлдарымызды көріп, көзіміз қуанып отыр. Алда келешекте тек қана сендерге бақыт тілеймін, денсаулық тілеймін, отбасыларың аман болсын. Қазіргі қыздар, келіншектердің ішінде де біздер Фариза деген келінмен әріптес болдық. Енді жаңағы барлықтарыңды, мына келіндердің бір-екеуі болмаса, жалпы барлықтарыңды танимыз. Мынау қыздарымызды көріп, қуанып отырмыз. Бізде бұдан 3 жылдың 40 жылдықты өткіздік. Алла өмір бере ме, ар жағына енді Алланың ісі дедік та, біздер 50 жас, 60 жас демейміз. 45, 50, 55, ары қарай 5 жылда кездесейік деп шештік. Құда қаласа сендердің 100 жылдықтарың болсын жандарым. Ешқашан жұптарың ажырамасын. Ол қыздарың, қызықтарың көріңдер. Сендерді қандай адамдар тәрбиеледі, сендерді қандай ата-аналар тәрбиеледі. Сол сендерге тұтқа болып қалады. Біз бір үлкен тарихта жатқан адамдардың біріміз. Өйткені Сайхынабад ауданында 21 қазақ ауылының ішіндегі нөмірі 21-ші Абай атындағы мектеп, одан кейін Исламидың Османұлы атындағы мектеп болып, жоғары дәрежеден барлық пәндерді жоғары дәрежеден оқытқан мұғалімдерге және мынау шәкірттерге барлықтарыңызға мың алғыс. Осындай кездесулер бола берсін. Сендерді көріп, бізде қуанып жүре берейік. Рахмет сіздерге. Рахмет, құрметті ұстаздар, міне өткенге оралып, кереметке естеліктерді еске салып жатсыздар ғой. Дегенмен асымыз дайын болып қалған екен. Кішкене аз қылып тілек айтсаңыздар, әрмен қарай апайлар қане. Рахмет. Құрметті мынау 20 жылдық жасап жатқан ол қыздар, бүгінгі мерекелерің құтты болсын. Мен сендерге аз уақытта сол мектепте бір 7-8 жыл істеген болсам, соның ішінде мен ұстаз деп шақырған бүгінгі қыздарға рахметім шексіз, қатардан қалдырмай, сол кездерде 7-8 осы ұжым болып, осылармен тату-тәтті бірге сендерге аз ғана білімім болса да берген адаммын. Рахмет сендерге. Осындай ауызбіршіліктердің еш уақытта жоғалмасын, ынтымақтарың мықты болсын. Қазір қарап тұрсам, сендер бір-бір отаның отағасы мен отанасы болыпсыңдар. Көп балалы, аналы болған қыздарымыз бар екен арасында. Отбасыларыңа тек тыныштық, амандық, бақыт тілеймін. Ұл қыздарың рахатын көріп, Құда қаласа сендер де біз құсап, ұл қыздарың 20 жылдық, 30 жылдық, 40 жылдықтардың куәсі болыңдар. Сонымен біздің ұлдарымыздың жолдастары бар, өмірлік жарлары. Осы келіндерге де рахмет айтқым келіп тұр. Барлығы мынау біздің ұлдарымызға поддержка беріп, қолдап, қолпаштап, отырған келіндерге де рахметім бар. Рахмет келіндер сендерге де қызметтеріне. Мен де мектепке бірінші кіргенде көп нәрсені білмеген, мен мамандығым басқа болған. Сол кезде осы ағайлардан үйренген барлық нәрсенің барын. Ағайларыма, ұстаздарыма рахмет айтамын. Олар кісілер де маған үлкен поддержка беріп, қолдаған. Тойларың тойға оласын жандерім, аман болыңдар. Әр уақытта тыныштықта осылай кездесіп жүре беріңдер. Барлығына бақыт тілеймін. Баршаңызға бақыт тілеймін дейді. Бақыттың ішінде барлық жақсылық бар ғой, құрметті достар. Енді құрметті ұстаздар, қазір бәріміз асықпай сөйлейміз. Мен тамақты кіргізіп жайғастыра берсіңдер, даяшы қыздар, жігіттер, қазір күте тұрыңыздар. Қане, берейлі меймандардың құрметіне дайындаған асымызды алдырып алайық. Алып келіңіздер асты. Кіргізіп
осында ағайлардың тілегі, апайлардың тілегі жалғасын табады. Келіңіздер, әрмен қарай. Асықпай айта беріңіздер, апайлар. Асты кіргізіп алдық, тарелкаға салам дегенше біз сөйлеп бітеміз. Қане. Қымбатты 20 жылдықтарың құтты бола берсін, дендерің сау болсын, өмір жастарың ұзақ болсын. Жаңағы көпшілік ағайлар айтып жатыр ғой, солардың бәрі айтқан тілектеріне қосыламын, пайғамбардың жолына шағылма берсін. Құда қаласа ұлдарыңды үйлендір, қыздарыңды ұзатып, біреуің Құда қаласа немере шөбере көріңдер. Тек қана жақсы күндерде бастарыңыз қоза берейін. Міне бүгін керемет күн, 20 жылдық кездесуден құтты болсын. 20 жылдық кездесу керемет күн, коллективпен кездесу күн, өте тамаша күн болып жатыр бүгін. Біздің арамызда тағы да бір қыздар, мынау кім деген жұмбақ болады бір-біріміздің арамызда. Танымай қалған қыздарымыз болып жатыр, әдемі болып кеткен бәрі сұлу келіндер арасында. Басқаша сезімде отырдық бүгін. Басқа тойлар, басқа бүгінгі той ерекше болады бізге. Өте керемет. Құдай қаласа мына дендерің сау болсын, барлықтарыңның ынтымақтарың нығая берсін, балапандарың қызығын көре беріңдер. Ары қарай тойларың тойға ұласа берсін, жалғаса берсін. 20 жылдық бүгін болып жатады, 30 жылдық, 40 жылдық ары қарай жалғасын таба берсін. Бүгінгі тойларың керемет өте берсін. Барлықтарына тек қана жақсылық тілеймін. Кеш шығады, 20 жылдықтарыңыз құтты болсын. Бірінші байлық денсаулық дейді ғой, барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Мына үлкен апайлар айтып жатыр, жақсы ниеттер айтып жатыр, жұмыстарға қосыламын. Өзім 20 жылдық, 30 жылдық, 40 жылдық деп кездесіп жүре беріңіздер, солардың куәгері бізде бола береді. Сол аспанымыз ашық, заманымыз тыныш болсын. Тамада жігіт, аз сөйлеңіздер деп біздің апайлар сөз таппай қалды. Ұстаздар құрметпен сөйлейді деп. Мен бірақ енді қазіргі таңда әрқайсымыз әр салада жүрміз ғой. Мен балабақшада жұмыс жасаймын, 15 минут, 20 минут сөйлейміз, көп сөйлемейміз. Мына ағайларда көп тұрып қалды. Бүгінгі 20 жылдықтарың құтты болсын айналайындар. Сендер көріп қуаныштымыз. Қандай жүздерің жайнап, бір күлімдеп, бір-біріңді сағынысып, көріп, әдем болып отырсыңдар. Өмірлерің сондай әдем болсын. Сендерге бар жақсылықты тілеймін. Осындай ауызбіршіліктерің жоғалмасын. Жаңа ағайлар айтып жатыр ғой, 20 жылдықтан кейін құдай қаласа 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдық соларды көру барлықтарына нәсіп ете берсін. Ал мынау ұстаздардың қауымы осындай составпен жүре берсін, сол сендердің 30 жылдық, 40 жылдықтарында құдай қаласа. Сіз бізден жоғалмасын. Барлық отбасыларға тек бақыт, жақсылық, мол табыстар тілеймін. Рахмет. Мынау енді шақырылған жерден қалмай келгендеріңізге рахмет. Ағай, апайлар, сіздерге азынауға шәкірттеріңіздің атынан сияпатымыз бар. Соны табыстауға рұқсат етіңіздер. Қане. Қошемет, қошемет, қошемет. Бәрекелді, рахмет. Бұл азынаулар сый құрметіміз сіздерге деген бір суретке түсіп алыңыздар. Қане. Естелік көп қалсын. Тамаша. Қайран уақыт өзіңді жолдас еттім, өзіңмен қатар жүріп сапар шектім, құпиялы өмірге қадам басқан, әр күнімді бақытты сапар білдім деген екен. Міне, бүгін 20 жылдық кештің куәсі болып отырмыз. Олай болса ұстаздарымыздың ақ тілегінен соң, ақ батасынан соң, сіздердің құрметтеріңізге, алдарыңызға дәл қазір әулемейтін қазақ жоқ. Осы сыныптас достардың ішіндегі ең өнерлі, алтын дауысты әнші қыздарыңыз Егеубаева Нұргүл ханымды өзінің қызы Жұпаргүлмен бірге ән айтуға шақырғым деп тұр. Құрмет қошеметпен Нұргүл қыздарымыз Жұпаргүл қызмен
көпшіліктің хал жағдайын сұрап жатыр. Бұл 20 жылдық кездесуде бір-бірімізді 20 жыл бойы көрмеген достар кеп отыр, ұстаздар кеп отыр. Сондықтан да сабақты ине сәтімен деген, бүгін сәтін салып, көптен бері көріспеген ұстаздарымыз, достарымыздың басы қосылып, көңіліміз көтеріліп, керемет, ерекше сезімде отырмыз, құрметті ағайындар. Осында ардагер ұстаздарымыздың өзі сөз берген кезде кәдімгідей өткен күзінде сағынышпен еске алып, әдемі тәтті сәттерді тілекпен өрбітіп жатқан жағдайларыңыз бар. Қашанда өткен күн сағыныштан тұрады ғой, бірақ оны сағынғанмен қайта оралмайды, құрметті ағайындар. Ең бастысы өткен іске өкінбе деген, ең бастысы өкінішсізмен емес, әдемі тәтті естеліктермен есте қалған шығар деген үмітіміз бар. Енді қашанда ұстаз ұлы тұлға дейді, құрметті достар. Мысалы, ұстаз деген есімге үңілсек, 5 әріптен тұрады екен, 5 әріптен. Осы 5 әріптен басталатын ұстаздарымыздың бойындағы үлгі тұтқан бір қасиеттерін айта аласыздар ма, шәкірттері? Ұстаз дегенде о әріптен басталатын қандай қасиеттері бар ұстаздардың бойында? Ұлағатты ұстаз, ұлы ұстамды ұстаз, ұлы ұстаз, ұқыпты ұстаз, ұйымшыл ұстаз дейді. Оны сұрабадым бірінші, неге асықсыздар? Ұстаз дегенде екінші әріп, сабырлы ұстаз, салиқалы, сауатты, саналы, сүйкімді ұстаз, сезімтал ұстаз, сабырлы айтылды, сәнді ұстаз, сымбатты ұстаз, сұлу ұстаз, пай. Міне мына қасиеттердің бәрі сіздердің бойларыңыздан көріп өскен шәкірттеріңіз ұстаздар. Ұстаз дегенде құдан келетін қандай қасиеттер болды? Талантты ұстаз, төзімді, қалғанпаз, тәрбиелі, тұлғалы ұстаз, тиянақты ұстаз дейді, табанды ұстаз дейді, қалапты дейді, тартымды, пай. Не дейді? Тәрбиелі, табысты. Ал ұстаз дегенде адам келетін қандай қасиеттер болды? Ардақты, ақкөңіл, әдемі, ақылды, ажарлы, адал, абыройлы. Соңғы ұстаз дегенде зерек, зейінді, зың қасиеттерімен есте қалып ұстаздар. Зиялы, зерек, тағандай зейінді дедіңіздер ма? Жалпы осы қасиеттердің бәрі ұстаздардың бойында бар еді ғой, біз содан түлеп ұшып өмірге қадам бастық. Әрқайсымыз бүгінде бір мамандық иесіміз, бір яғни перзенттердің әкесі, анасымыз, құрметті достар. Сол ұстаздарды құрметтеп бүгін төрімізге шақырып той беріп жатқан жағдайымыз бар. Азын-аулақ істей құрметімізді көрсетіп жатқан жағдайымыз бар. Сондықтан да қашанда бір-бірлеріңізді құрметтеп сыйлассақ, бұл өмірде қалатын сол деп мінекей Ақтастархан басында ақ тілекті жаудырып жатыр ұстаздарымыз. Шәкірттеріне деген ерекше сезіммен қарап, ыстық лебізін білдіріп жатыр, құрметті ағайын. Адам бай болу үшін оған кәсіп керек, білімді болу үшін оқу керек, мықты болу үшін ауызбіршілікпен ынтымақ керек екен. Ынтымақтарыңыз арта берсін дейміз қашанда. Мынау біз қазақ халқында ең қасиетті сан қай сан еді? Қай сан? Біз 7 санын деп өстіге, мысалы 7 санмен көп нәрсені байланыстырады дегеніміз ғой. 7 ата, 7 қазына, 7 керемет, 7 шелпек, 7 қазына, 7 күнің бір апта, 7 гел деген аспабымыз бар. 7 түрлі дән қосамыз Наурыз көшеге. 7 сай, 7 су, 7 қара, 7 бай деген жер су атаулары бар. Аспанда жұлдыз 7 қарақшы, 7 жарғы Тәуке ханның заңдар жинағы, 7 ғашық, 7 қат жер, 7 көк аспан кете береді, құрметті ағайындар. Сондықтан да мінекей бүгінде 20 жылдық кездесу кешінде біз осы сандықта киелі сан деп білеміз. Дөңгеленген 20, 30, 40, 50 жылдықтарда да кездесе берейік. Апайларымыз ұсыныстасып жатыр, әр 5 жыл сайын неге бас қоспасқа. Біз солай деп шештік деген сияқты. Жалпы көзден таса, көңілден алыстап кете деген ғой. Көзге жиі түсіп тұрсақ, көңіліміз суымай деген. Бір-бірімізге мейірім түсе деген, құрметті достар. Сондықтан да достығымыз жалғасып, сыйластығымыз арта берсін. Ұстаздарымыз аман болсын. Әрбір жылдық кездесулерімізде
төрт көзі түгел келіп, тілегін айтып, батасын беріп жүре берсін деген тілек айтқымыз келеді. Енді осында білесіздер ғой, несібемен нұр түсердей құрыққа, үміткенде ерік бермей ырыққа, шықсаң да сен биігіне белестің, ұстаздардың ұлылығын ұмытпа деген. Біздің мектеп қабырғасында енді ғана барып, білім нәрін алуға ұмтылған жас қана түлек, былайша айтқанда қадам басқан мектеп оқушыларына білім берген ұлағатты ұстаздарымыз осында бастауыш кезде білім берген жетекшілер және жоғары сынып кезде білім берген жетекші ағай апайларымыз келіп тұр. Сол кісілерді шақырып бір ауыз тәтті тілегін алсақ деп отырмыз. Осында міне атап айтар болсақ, сынып жетекшілер Бибіхан апай, Ұлбала апай және жоғары сыныпта жетекшілік еткен Досмұрат ағай мен Төребек ағайларды шақырып, бір әдемі тілегін алсақ. Қайдасыздар, құрметті ағайлар, апайлар! Міне, ұстаздарға мың алғыс, солай ма? Енді бір сыныпта қанша бір 20-30 шақты бала болса, әрқайсының мінезі әртүрлі. Солардың тәрбиесіне, мінезіне төзіп баққан, дұрыс бейімдеп өмірге қанат қақтырған ағай апайларға мың алғыс айтамыз. Алдарыңыздан өтейік, құрметті ағай апайлар. Сөз басын кімден бастаймыз? Досмұрат ағайдан ба? Әлде білім негізі бастаушысы деп бастаушыса білім бере бастаған біздің осында апайымыз Ұлбала апайдан бастаймыз ба? Келіңіз апай, қане. Иә, құрметті мынау ұстаздар, иә, мынау әр жылы осылай сіздердің жүздеріңізден күлкі айырмасын, осылай орындарыңыз жоғылмастан әдемі болып жүре беріңіздер, отбасыларыңыз аман болсын. Ағай, апайлар, бірінші сол кісілерге сәлем беріп қояйын да. Иә, мынау енді бүгін толқып тұрмыз, мынау 20 жылдық екен. Құдай қаласа 20 жылда өтіп кетті ғой. Осы 2004 жылы сендер бітіріп жатқан кезде тардай болып, таудай болып шығып кетіп жатсыңдар деп әңгіме айтып шығарып салған едік. Барлығы бүгін әрқайсының біреулерің ұл балдар отағасы болып, қыздар отанасы болып келіп отырсыңдар. Иә, барлығының әдемісіңдер, әдем болып кетсіңдер. Дендерің сау болсын. Мынау барлығың әр жұмыс саласында істеп жатсыңдар. Мынау бала шағалардың несіне аман болыңдар, дендерің сау болсын, жұмыстарың алға баса берсін. Бізге ұқсап мектепте ұстаз болып істеп жатсыңдар біреулерің әйтеуір әркім өз орнын тауып әдемі болып істеп жатқан орындарың бар. Барлығына Құдай қаласа сәттілік, отбасыларың аман болсын, дендерің сау болсын, осылай әдемі болып жүре беріңдер. Біз сендерде Құдай қаласа оқушыларыңменен, қыздарыңмен, ұлдарыңмен жәндегі осылай 20 жылдықта, 30 жылдықта жақсы кездерде кездесе беріңдер. Мынау мысалы үшін сендердің де алдарында келіп жатқан жолдастарың бар, жолдастарыңа рахмет, келіндерге рахмет, сендерге қолғабыс жасап жатқан неше күннен бері 20 жылдық жасаймыз деп көп біліп отырмыз үйде, қалай қызмет жасап жатқандарына бір-біріне қалай өтеді деп мен де аяқты ойбай бәрі айтып жақсы өтсін. Мынау Құдай тамақ бермесіңдер, Құдай тамақтарын қабыл болсын. Мына жерде есімде Қалдарбек Нұрмұхамбет деген бала береді, өте жақсы оқушы еді. Бірінші оқушы еді кластағы жақсы
үлгілі, тәртіпті, тәрбиелі оқушы еді. Енді өмірі қысқа екен, о дүниесін берсін. Одан кейін жол жақсы деген баламыз бар еді, сондай жақсы еді. Сендер бітіретін кезде өңкей балмаскарат болатын еді ғой жаңа жылда. Сол кездердің есімде әлі. Одан кейін бірінші класста отырғанда балмаскаратқа сендердің біздің класстың осы 86 бар. Балмаскарат болғанда қызық болатын еді, ол кездер әлі есімде ше. Ол кезде менің ішінде болатын еді садик. Сол жерде оқамыз, соның ішінде болған естеріңде ме? Күшті болатын еді. Жол жақсы сол кезде кемпір рөлінде ойнап, күлдіріп күшті еді. Одан кейін ғалым кәндегі күшті жігіт еді ол да. Бауыржанды да бастауышта оқытқан, әйтеуір о дүниелерді берсін, сендердің дендерің сау болсын, берген құдайларың қабыл болсын. Содан кейін отбасыларың аман болып, тек қана осындайда жақсылықта, тойда кездесе беріп, ұл қыздарың көбейіп, сендер де осындай той сендерге жұғысты болсын. Құрметті мен 2004 жылы түлектерім. Өте қуаныштымын сендерге. Бүгін мен ұстаз болып сөз сөйлеп болсам, менің де ұстаздарым бар, отырған Тасбол ағай, Абдыраш ағайлар. Адам тәрбиені үш нәрседен алады дейді ғой, ұстаздан, ата-анадан, тағы достардан дейді. Маған қатты осы өмірде әсер еткен ұстаз болды. Сол ұстазым Пахрым ағай. Маған қатты әсер етті, соның арқасында мен осындай дәрежеге жетіп отырмын. Соның Пахрым ағайды қыз көруші еді, Камиля деген Камиля. Осы Камиляның папасы маған қатты, осы Пахрым ағайдың арқасында мен осындай дәрежеге жетіп отырмын. Рахмет Пахрым ағайға, Алла разы болсын, жатқан жер жай болсын. Неден мына шәкірттер өте көзін тояды. Бірінші неден толқып отырып қатты өзім бар ғой. Барлықтарыңа дендерің сау болсын, өмір жастарың ұзақ болсын, барлықтарыңа жақсылық тілеймін. Көп нәрсеге дайындалып келгенде толқып отырған нәрседен ұмытып отырмын өзім. Балдарымды көріп, қыздарымды көріп, сендерді ешқандай бөліп жармаймын. Екі класс болсаңдар да мен үшін өзімнің балдарымдайсыңдар, өзімнің қыздарымдайсыңдар. Барлықтарың қанша болсаңдар да сендерге әрдайым өзіме не тілесіп, сендерге де сол тілеймін. Өмірде еш адаспаңдар, жаңылыспаңдар. Жолдарың әрдайым ақ болсын. Өмірде адаспаңдар ешқашан. 2004 жыл 2004 түлектер алтындарым, сөз ұққан ойға терең жарқындарым. Жолдарың бұран болмай түзі болып, жүздеріңе қуаныш оты жарқылдасын. Сол кезде мен ұмытпай еске алыңдар, сезінен еңбегім ақталған деп. Осылай мен әрқашан еске алып шақырып отырсыңдар, мен де қуаныштымын. Дендерің сау болсын, өмір жастарың ұзақ болсын, биіктер көр дегендер жандарым. Әрқашан сендерге жақсылық тілеймін, сәттілік тілеймін, семьяларында бақыт тілеймін, дендерің сау болсын, өмір жастарың ұзақ болсын, кішкентайларың көп болсын, соның тәрбиесі көп, қызықшылығын жолдастарымен бірге көріп, өмірде барлық жақсылықтар тілеймін сендерге. Сәттілік тілеймін, жолдарың ақ болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті көпшілік, жігіттер, қыздар, 20 жылдық мерекелерің құтты болсын, тойларыңыз. Тойларыңыз тойлы болсын, дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Жаңа алдымызда ұстаздарымыз жақсы тілектер айтып өтті. Жаңа Абдыраш ағай айтпақшы, 20 жылдық істеген кезде сендер 1-ші классқа барды. Сол жылы мен 11-ші класс бітірдім. Біз 76 жылы бар. Содан мен институтты бітіріп келсем, бұлар 5-ші класс болды. Содан Досмұрат ағай екеуміз. Содан 5-ші класста мен бірге болдық, бұлар да 11-ші классы бітіргіздік. Есен аман. Бұл класс өте балдары, қыздары керемет. Сол уақытта ұйымшыл, ауызбіршілігі мықты. Сол үшін мен бұлардың барлығын бір көргеннен қыздарды таныдым деді. Біраз қыздар танымай қалдым шыны керек та, кейін уже танисың. Бір келгеннен, көргеннен сразу тану қиын. Жаңа Болапай айтпақшы, бұлардың қызықтары өте күшті еді. Бізде Балмаскарат болатын еді. Бұлар өте керемет рөл ойнайды. Нұрлыбек, Нұрхан, Жолжақсы үшеуі шықса актер. Бір-бірінен сөздерін қалдырмайды. Жалғастырып кете береді бұл. Өте мықты сынып еді. Спорттан да өте мықты еді бұлар.
ғалым деген жігітіміз бар еді. Нұрмағамбет өте мына балдардың бәрі қалғандары бар. Отбасыларыңыз аман болсын, дендеріңіз сау болсын. Бұлардың ынтымақтары мен 9-шы класста көрдім. Себебі ауылда тек қана 11-ші класста выпускной вечер істейтінміз. Сол кезде менің ұстазым өзіме, мен осы Досмұрат ағайдан қызығып, Алмаш өзім де сол спорт саласын физкультураны таңдадық. Досмұрат ағаймен ақылдасып, ағай не істейміз деп Досмұрат ағай маған совет берді. Осылар 9-шы класста выпускной істейік бұларға, 9 жылдық естеріңде болса. Ол уақыттағы кез қандай еді, бұл әзірге кез қандай. Ол уақыттағы бірінші рет 9-шы класста выпускной вечерді істедік, қалай істедік ол уақытта білесіңдер. Бір күн асар қылдық. Мия тамырын қазып, тамырды өткізіп, соған отырыс істедік ол жерде. Сол кезде бұл класстың балдары айтты, ағай деп бүгін кешке керемет ұйымдастырамыз деді. Сол жерде Тәнібек үйінде болды отырыс, естеріңде. Тұрғынов Тәнібек үйінде болды. Сол жерде Райхан мен Пернебаев Нұржігіт дуэт бұл өлең айтты. Керемет айтты сол дуэтті. Бүгін соны орындайтын шығар деп үміттендім. Шыны керек. Дұрыс па? Сол уақытта дуэт орындады. Райхан мен Нұржігіт Пернебаев. Сол дуэтті орындаса бүгін керемет болады. Тойларыңыз тойлы болсын, дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Жұмыстарыңызға табыс. Рахмет. Төребек ағай, сіздің есте сақтау қабілетіңіз мықты екен, 20 жыл өтсе де. Нұржігіттің есінде жоқ мысалы. Қандай ән айтқан бедік, есінде жоқ деп тұр мысалы да. Сол сияқты мінекей өткен шақты еске алып, мия қазғанға дейін 9-шы сыныптан бітіруге жиында бәрін еске салдыңыз. Солардың бәрі бұл кісілердің де есіне түсіп бір тәтті шақтарға бір ой жүгіртіп, ой тастап тұрмыз ғой. Жасарып жатырмыз ғой, былайынша айтқанда, ұстаздарда, сыныптас достарда. Сол балалық шаққа ой тастап жатырмыз. Енді осында біздің Бибіхан апайдың ұлы қайынсы ма? Ойбай, ұлы қайынсы боласыз ба? Нұрдәулет аға біздіңді бір былай тек сый-сияпат қой, апайдың орнына болды. Онда құрметті ұстаздар, сіздерге деген азнаулақ сый құрметіміз бар. Апайға күл әрине гүлдей құлпырып жүріңіз. Бриллиантымыз бар. Пенжақ қазақи нақыштағы қошқар мүйіз оюымен көмкерілген, сонымен қатар бриллиант жүзік сыйлықтарымыз мінекей. Алла құтты болсын. Ал шәкірттер, сынып жетекшілерімізбен бір суретке түсіп алайық, қане. Естеріңіз болып қалсын. Ұстаз апайларымыз, біздің қыздарымыз, барлығы бір отбасының түтінін түзу шығарып отырған аяулы аналар ғой. Сол ұстаз қыздың 40 жаны бар дейді құрметті ағайындар. Әйел баласы бір қолымен бесік тербетсе, бір қолымен әлемді тербетеді дейді. Осында апайларымыз кезінде мінекей өз бала шағасымен қоса елдің бала шағасын тәрбиелеп, білім нәрімен сусындатқан жандар. Сондықтан да барша осындағы ұстаз аналардың құрметіне, осында ана болған қыздардың құрметіне, ана болған келіндердің құрметіне арнап ана туралы әнді шырқау үшін тағы да алдарыңызға Нұргүл қыздарыңызды шақырғым келіп тұр. Анау LED экранда барша біздің класстас достардың бейне суреті көрсетіліп тұратын болады. Ән тыңдап соны тамашалаңыздар. Бұл менің анам, бұл менің анам.
жарық күні анамыз, жарық күннен қуат алған санамыз. Ұлы болсақ ана менен ұлымыз, дана болсақ ана менен данамыз. Өмірде мына бізді ала келген, дүние қымбат екен ана менен, дүние қызық екен жан жарыңмен, дүние тәтті екен ғой бала менен дейді. Міне барша аналардың құрметіне Нұргүл қыздарыңыз ана туралы әнін жолдады. Келіндер қайда отыр, келіндер? Келіндер, мұнда келіңдер. Жеңгелерін шақырам жау, асаба алаңға. Бәрі, келіндердің бәрі келсін, қыздар емес, келіндер, келіңіздер. Музыка! Ай, бәрекелді, рахмет. Келіндер, қатар тұрыңыздар. Қатар тұрайық, көпке мойын бұрайық. Ал енді құрметті ағайындар, мына келіндерге мың алғыс, ардақты ағаларымыздың асыл жары болып, солардың қас-қабағына қарап, тәтті шайын, ыстық шайын, киімін бәрін үтіктеп, реттеп беріп отырған осы кісілерге бір ду қол шапалақ қойыңыздар. Енді осы келіндер өз-өзінен келін болған жоқ. Бұл келіндерді тәрбиелеп отырған бір ене бар. Ене, генерал ене. Сол енелерін мен ортаға шақырғым деп тұр. Кальяни ханым келіп, қазір орталарыңызға быт-шыттарын шығарат десең да. Осы келіндердің енесі, Орынгүл апа келе жатыр. Орынгүл апа, өзімді ойламын осы шықай шапана құрмайды ау деп мағыры көп жасыңдар. Бұларға өзім сәлем салмасам, бұлар сәлем салатын түрі жоқ, жетсіз қапты деп тұрғын. Сендер маған сәлем салмаңдар. Бұларға ұстаздарға сәлем салыңдар. Екі